Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз фитнес салатын дайындайтын боламыз. Бізге осындай қызылша қажет болады. 4 бұрышты етіп турап аламыз. Ыдысымызға саламыз. Қызылшамызды бір шетке қоя тұрамыз. Және соус дайындаймыз. Соус үшін бізге горчица керек. Бал керек болады, яғни мед. Горчицаға саламыз, араластырып аламыз. Мына жерде тұз бен құмшекер бар, екеуін саламыз. Лимонның шырынын сығамыз, дағыны араластырып аламыз. Үш ас қасық зәйтүн майын құямыз. Менде осындай зәйтүн майы жақсылап араластырып аламыз. Зәйтүн майы болғаны міндетті, себебі салатымызға өте дәмді, дәм беретін болады. Енді осы соусымызды қызылшамызға 3 ас қасық құятын боламыз. Және араластырып аламыз. Енді апельсиніміздің қабығын ашып, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Фетакса сырында 4 бұрышты етіп турап аламыз. Руколамызды жуып, тазартып аламыз. Және қалған соусымызды үстіне құйып, жақсылап араластырып аламыз. Алдымен тарелкемізге қызылшаны жайғастырып аламыз. Осы қызылшаның үстіне руколаны салатын боламыз. Және фетакса мен апельсинді жан-жағына әдемілеп қойып шығамыз. Бальзамический уксуспен бетіне сеуіп шығамыз. Міне осындай бальзамический уксус қолданамын мен. Әдемілеп әрлейміз. Салатымыз дайын. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар.